баштайбыз. Сабағымызды бастамас бұрын біз бүгін топқа бөлініп алайық. Келіңдер. Сіздер бастаңдар. Мына жерден қағаз аламыз. Паскаль заңын оқып үйренетін боламыз. Біз жаңа тақырыпты бастамас бұрын үй тапсырмасын қайталап алайық. Үй тапсырмасына экранға қараймыз. Үй тапсырмасына мына жерде көп нүктенің орнына өзіне керекті сөздері бар. Соның орнына сөздерді табамыз және оны үш тілде айтатын боламыз. Енді қатты тобына 7, 8, 9 сұрақ сендерге. Қатты тобына, сұйық тобына 1, 2, 3 сұрақ. Сұйық тобына, газ тобына 4, 5, 6 сұрақ.
Ал келесі молекулалары бетпен орналасқан дене. Кристалл. Жарайсыңдар, сұйық тобы берілген тапсырманың үшеуіне де дұрыс жауап берді. Ал қатты тобы дайын екен. Молекулалар жүйеге топталады. Нейтральный нейтрал. Кісігі ошын паскаль, сразбаль. Қатты денеге бір бақшы топталады. Қатты тобыға берілген үш тапсырмаға үй тақырыбына нақты, дұрыс, үш тілде де айтып шықты. Жарайсыңдар. Газ тобы дайын екен. Кім жауап береді? Төртінші, қатты көлемі мен пішімін сақтайтын зат күйі. Ол қатты, қазақшасы қатты, ал орысшасы твердый, ағылшыншасы солид. Бесінші, молекулалары ретсіз орналасқан дене. Аморф, қазақша аморф, орысша аморф, ағылшынша аморф. Алтыншы, заттар молекулалар мен атомдардан тұрады. Молекула, қазақша молекула, орысша молекула, ағылшынша молекула. Атом, орысша атом, ағылшынша атом. Жарайсыңдар. Газ тобыға берілген үй тапсырмасының үш тапсырмасына дұрыс, нақты жауап берді. Жарайсыңдар. Енді бүгінгі жаңа тақырып сұйықтар мен газдардағы қысым. Сұйықтар мен газдардағы қысым. Қазір видеоролик көріп алайық, сосын тәжірибе көрсетемін. Тәжірибе өткізу үшін түсті су, шар, шприц қажет. Алдыңғы бірнеше жерінен тесілген шарға шприц арқылы су құйылады. Шардың саңылауларынан судың барлық бағытқа бірдей ұзындыққа шапшып шығатынын байқаймыз. Бұдан қысымның барлық бағытқа таралып қана қоймай, оның мәнінің де бірдей болатыны көрінеді. Ауаның қысымды барлық жаққа бірдей таратындығын балалар ойнайтын допты үрлеген кезде бақылауға болады. Үрлеген кезде ауа доптың көлемін үлкейтеді. Сіздерге тәжірибе көрсетейін. Кәдімгі су түссіз, иіссіз, химияланған дұрыс па? Мына біздің стакандағы суымыз жоғарысына қарағанда ең төменгі қабатына көбірек қысым түсіреді екен. Қазір оны тәжірибеден көретін боламыз. Қазір біз мына стаканның түбін, мынау кәдімгі өз біз білетін ақпарат, дұрыс па? Ол ешсе көтере алмайды ғой. Осымен стаканның түбін ауыстырамыз. Қараймыз. Міне. Көрдіңдер ма? Мына қағазға біздің мына стакандағы суымыз көбірек, ең төменгі несіне көбірек қысым күшін салып, не істеп тұр? Көтеріп тұр. Тағы да бір тәжірибе көрсетіп өтейін. Маған келе ғой. Солдық көшпеш ма? Мынау ыдысты мен үш жерден саңылау істеп қойдым. Мен қазір саңылауды қолмен басып тұрмын. Қазір сұйықтың үш саңылаудан қалай ағатынын байқайсыңдар. Мұқият қараймыз. Мен саңылауды ашамын. Не байқадыңдар? Үш саңылаудан су бір бағытта аққанда, бірақ қараңдар, байқадыңдар. Ең төменгі саңылау ең үлкен ұзақ қашықтыққа қарай ағып жатыр. Ең жоғарыда
түсірген француз ғалымы Блез Паскаль. Мынау қасында тұрған Блез Паскальдың шары деп аталады. Ол осы шарының көмегімен газдар мен сұйықтардағы қысымды ашқан. Бұл шар неден тұрады? Жоғарғы жағы поршеннен тұрады, төменгі жағы сатылауы бар, кәдімгі шардан тұрады. Ол сұйықты ішіне құйып, мына поршенді төмен қарай түсірген кезде ішіндегі сұйықтың бір бағытқа атқылағанын байқайды. Бұл шарды Паскаль шары деп атайды екен. Мынау біз өткен сабақта қатты денелерге қысым қалай әсер етеді деген кезімізде қандай еді? Қатты денелердің қысымының формуласы белгілі бір ауданға түсірілген күш еді. Енді біз сол күшімізді ауырлық күшіне тең деп алсақ, яғни біздің ауырлық күшіміз mg-ға тең, ауырлық күшіне тең деп алсақ, ал біздің массамызды сұйықтың тығыздығына тең деп, массаны тығыздық көбейтілген көлем деп алып, оны мына массаның орнына орналастырсақ, және осы массадағы көлемді биіктік көбейтілген аудан деп алсақ, сонда біздің қысқаратындарымыз қысқарып, сұйыққа әсер ететін қысым сұйықтың тығыздығына, еркін өтеуіне және сұйықтың биіктігіне тәуелді болып қалатынын көреміз. Міне, Паскаль заңы сұйыққа немесе газға түсірген қысым барлық бағытта бірдей әсер етеді, өзгеріссіз әсер етеді. Бүгінгі сабақты түсінген болсаңдар, қысымның өлшем бірлігі не болды? Қатты денеге әсер ететін қысым да сұйық пен газға әсер ететін қысымның да өлшем бірлігі. Енді біз үш топқа бөлдік па? Қатты, сұйық, газ. Мына жерде қараймыз. Мына жерде қасиеттері берілген, молекулаларының орналасуы берілген және қысымдары қалай әсер ететіні берілген. Енді келесі тапсырма сендерге. Әр топ өзінің атын қорғап шығады. Қатты тобы өзінің атын қорғайды. Мен сендерге түсіндіріп өтейін. Қорғағанда, мысалы үшін қатты дененің молекулалары белгілі бір ретпен орналасқан. Келесі оқушы бір ауыз сөзден қатты денеге байланысты не қасиетін, не формуласын айтып өтеміз сағат тілімен. Бір оқушының айтқанын екінші оқушы қайталамаймыз. Келесі сұйық тобы. Сендер сұйыққа байланысты сұйықтың қасиеті, қолданылуы, молекулалардың орналасуы, қысым қалай әсер ететінін. Сұйық тобы өзіміздің атымызды қорғаймыз. Газ тобы сендерге дәл солай. Қысым қалай әсер етеді, газдардың молекулалары қалай орналасады. Bir оқушының айтқанын екінші оқушы қайталамаймыз. Дайын болсақ белгі береміз. Сағат тілімен. Сағат қалай қалады? Олар бір-бірімен алыстан кете алмайды, тек қана аздап жерге жетеді. Қатты жүйе заттардың құрылыстары жоғары болады және көлем мен күшті сақтайды. Орналасқан денені айтамыз. Қатты заттардың молекулалары бір-біріне жақын орналасқан. Молекулалар арасындағы арақашықтық молекулалардың өлшемімен бірдей. Атомдар бір-бірімен тығыз байланысқан әрі тығыз орналасқан. Келесі. Аморф дене дегеніміз молекула ретсіз орналасқан дене. Молекулалары ретсіз орналасқан. Атомның үлкен бөлігі бас кеңістік болып табылады. Мол бөлігін бос кеңістік құрайды. Енді қатты
бағалаймыз. Сұйық тобы, немесе газ тобы. Қандай баға береміз? Баға ал қалғандардың барлығы жақсы емес. жақсы айтты. Қандай баға? 5 деген баға қоямыз дейді. Ал газ тобы? Біздің ойымызша қатты тобы өздерінің топтарын қорғап шыға алды. Олардың айтқандары көңілімізден шықты. Көңілімізден шықты. Қандай баға қоямыз? 5 деген баға қоямыз. Енді сұйық тобы өзі қорғасын, сағат тілімен кім бастайды? Көлемін сақтайды, ішінің оңай өзгертеді дейді. Күн дайынсыз. Сол ыдыстың көлемімен бірдей болады. Ал бірақ өзінің көлемін сақтап тұрады. Сұйық пен газдар қысымды бірдей тартады. Сұйық пен газдар қысымды бірдей тартады дейді. Молекулалар арасында тартылыс бір-біріне алшақ орналасады. Молекулалары өте алшақ орналасады дейді. Сұйықтың. Тыңдап отырамыз, қазір бағалаймыз. Сұйықтың молекулалары қатты дененің молекулаларына қарағанда бір-біріне алшақ орналасады. Сұйықтың молекулалары үнемі қозғалыста болады. Заттардың сұйық қатты және газ тәрізді күйдерінің арасында аралық күй болады. Аралық күй болып табылады. Енді сұйық тобы өзінің атын қорғадық деп ойлайды. Ал қатты тобы мен газ тобы қалай ойлайсыңдар? Олар атын қорғап шығарды ма? Қандай баға қоямыз? Қандай баға қоямыз? 5 деген баға қоямыз. Сұйықтың өзінің тобын өте дұрыс қорғап шықты, бірақ бұл жерде ердәулет сәлсіз қалықтап қалған болмаса жақсы. Ердәулет 5 деген баға қоямыз. 5 деген баға қоямыз. Енді газ тобы біз өзіміздің атымызды қорғаймыз сағат тілімен. Біз екі топ қатты және сұйық тобы газ тобының қорғағанын бағалаймыз. Газ ішінде көлемін сақтамайды. Газ көлемі. Газ молекулалары бір бетке қозғалады. Газ молекулалары бір жерде ұстап тұра алмайды. Сондықтан газ молекулаларын қатты сығып оларды арнайы жасалған болат баллондардың ішінде сақтаймыз. Газдың молекулалары өте көп, сондықтан олардың соқтығысу саны да көп. Газдар қысымын жан-жаққа бірдей таратады. Қысымын жан-жаққа бірдей таратады. Мысалы, шарды үлесіп, шар барлық бағытта бірдей ұлғаяды. Яғни көлемін барлық бағытта бірдей ұлғайтады. Газдардың қысымын да массасын да өзгертпесек, оларды ұлғайтатын болсақ, олар қысымын азайтады, әрі үлкейтетін болсақ, олар көлемін азайтады. Ал газ тобы өзінің атын қорғап шықты. Қалай қорғап екен? Сұйық пен қатты тобынан сұрайық. Ал сұйық тобы Газ тобы өзінің атын жақсы қорғап шықты. Бізде бұл жерде Аяулы мен Дәулет сәл-сәл қалақтап қалды. Осы неде бұларға 5 қоямын, сәттіліктер тілеймін. 5 қоямыз дейді. Газ тобы өзінің аттарының жақсы қорғап шықты, бірақ Дәулет сәл-сәл қалақтап қалды. 5 деген баға қоямын. Енді мен осы жерде кері байланыс жасайын сендермен. Мен әсіресе газ тобын айтатыным бар. Мен сағат тілімен бағыттас едім. Сендер қалай
бастады. Сендер сағат тіліне кері кеттіңдер. Сосын дәулет тұрып бастады. Не басын бастады, аяғы жоқ. Несін сасқалақтайсың? Енді сұйық тобында да ондай кемшіліктер болды. Қатты тобында да болды. Бірақ газ тобынікі ең үлкен кемшілігі сағат тіліне қарсы бақты. Енді сергіту сәті болсын. Бұл тақырыпқа да біздің бүгінгі сабағымызға да ешқандай қатысы жоқ. Әр топтан бір оқушы шығады, ендіңіздер. Әр топтан бір оқушы шығады, қатты тобынан біреу, сұйық тобынан біреу, газ тобынан біреу. Қыныш тыңдаймыз. Шыққан оқушы осы жерде менің орнымда тұрады. Тыңдаймыз. Менің орнымда тұрады. Яғни қарама-қарсы оқушыларға. Мына экранға сөз көрсеткен сендерге. Сол сөзді мына отырған оқушылар тұрған оқушыға ишарамен түсіндіреді. Ол оқушы қандай сөз екенін табуы керек. Ал қатты тобына кім шығады? Айсәуле? Ал сөздері берілді. Тек ишарамен айтамыз. Уақытты үнемдеуге тырысамыз. Жауап жоқ, келесі. Қатты тобы берілген 3 сөздің екеуін дұрыс тапты, біреуін таба алған жоқ. Отырамыз. Келесі. Келесі сұйық тобы. Тек ишарамен көрсетеміз, сөйлемейміз. Сөйлемейміз. Тек ишарамен. Уақытты үнемдейміз. Үшінші. Келесі. Дұрыс сұйық тобы берілген 3 сұрақтың үшеуін де дұрыс тапты. Келесі газ тобынан кім шығады? Бізде Бейзат шығады. Ауызбен айтпаймыз, тек ишарамен. Қасым. Четко. Шар. Жаңбыр. Жұмыртқа. Қарайсың, газ тобына берілген 3 сұрақтың үшеуін де дұрыс тапты. Енді бұл жерде мен кері байланысқа шығайын. Осы сергіту сәтінде мен сендерге тек ишарамен дедім. Ауызбен ана сөз айтып отырған керек жоқ па сендерге? Ишарамен сол сөздің қандай екенін көрсетіңдер дедім. Мына топтан, әсіресе сұйық тобынан айтып отырған қыздар болды. Бағаларға келсе соны есепке аламыз. Сосын газ тобында жұлдыз. Ауызбен айтпаймыз, тек ишарамен дедім. Келесі. Келесі енді 3 топқа. Қатты тобы. Мына менің таңбасы. Қысымның мөлшер бірлігі. Паскаль. Формуласы қатты денелер. Күш бөлінген. Келесі сұйық тобына. Күш. Күштің мөлшер бірлігі. Ньютон. Формуласы. Газ тобына. Аудан.
Берілген үш тапсырма бүгінгі сабақты қорытындылау, жаңа сабақты бекіту болып табылады. Енді есеп шығарамыз. Ағаш плеушенің үстел бетіне түсіретін қысымын анықтау. Ағаш плеушенің үстел бетіне түсіретін қысымын анықтау. Мінездемеге берілген ағаш плеушенің массасы қараймыз. Ағаш плеушенің ауданы белгілі. Енді біз оның үстел бетіне қандай қысым күші түсіретінін табамыз. Қай топ бірінші есеп шығарады, екілетін. Al kartı topun есеп çıktı. Dürüz kartı topu verilген есепті dürüz çıkarttı. Cevabı 111 Pascal болады. Үйге тапсырма. Күнделігімізді ашамыз. Күнделігімізді ашамыз. Халықаралық бірліктер жүйесіне келтіру, үйге тапсырма және қысымға байланысты анықтамаларды жаттау. Халықаралық бірліктер жүйесіне келтіру, анықтамаларды жаттау қысымға байланысты. Халықаралық бірліктер жүйесіне келтіру, қысымға байланысты анықтамаларды жаттау. Жазып бар, енді бүгінгі тақырыпқа байланысты сіздердің алдыларында стикер тұр. Стикер тұр. Рефлексия жасаймыз. Бүгінгі тақырыпқа байланысты. Мен нені білдім, мен нені білдіріп келеді, мен нені біле алмадым. Жазып, пікірімізді жазып, мына тақтада шахмат тақтасы тұр, қараймыз. Шахмат